Математика сабағы тақырыбы ақша теңге. Мектеп жанындағы шағын орталығы бар Бесқайнар орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі дайындаған Оспанова Ғалия Төлеухановна, 1-ші сыныптың мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге тиындары менен түрлі операцияларды орындау. Және монетаның не екенін білетін және түрлерін ажырата боларсыңдар. Суретке қарап мұқият қарайықшы. Ақшаға қажетті заттарды сатып алуға болады. Заттарды сатып алу үшін металдан жасалған ақша монетаны да қолданамыз. Монеталарға қарайық. Оларды салыстырайық. Құны ең төмен монетаны табайық. Жарайсыңдар. Ең төмен жоғары монетаны табайық. Ал енді монетаның ең төмен монетаны табайықшы. 1 теңге, 2 теңге және 5 теңге. Жарайсыңдар. Ал енді ең жоғары монетаны қандай монеталар? Дұрыс, 10 теңге және 20 теңге. Жарайсыңдар балалар. Монеталарды салыстырайық. Қатар тұрған монеталарға қарайық. Оларды салыстырайық. Сендер нені байқадыңдар? Дұрыс. 1 теңге менен 10 теңгенің айырмашылығын салыстырып көрейікші. Қай теңге үлкен екен? Дұрыс. 1 теңгеге қарағанда 10 теңгеміз үлкен. Жарайсыңдар. Келесі 5 теңге және 5 теңге екеуінің айырмашылығын салыстырайықшы. Жарайсыңдар. 5 теңге тең 5 теңге. Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі 5 теңге менен 20 теңгенің айырмашылығы неде? Салыстырайық. Дұрыс. 5 теңгеге қарағанда 20 теңгеміз үлкен. Дұрыс, жарайсыңдар. Ал енді мына есепті шығарып көрейік. 20 теңге тең сома алу үшін құны 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге болатын монеталардың нешеуін алу қажет? Құны бірдей 1 теңге монеталарды қолдап, мысалы, құны 1 теңге болатын 20 монета. Енді балалар, осы тапсырманы сіздер дәптерге жазып, маған жіберсеңіздер, осымен салыстырып көрейік. Және тексеріп көреміз, кім қалай жазғанын тексерейік. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, дәптермен жұмыс. Монеталар. Монеталарда бейнеленген сандардың өсу ретіне қарай оларды бір сызықпен жалғастырып қосайық. 1 теңгелік монетадан бастаймыз. Жақсы. Монеталардың құнын анықтайық. Монеталардың оның құнымен сызық арқылы қосайық.
Жақсы балалар. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, бүгін сабаққа өте белсенді қатыстыңдар. Өте ризамын сендерге. Енді барлықтарыңызға үлкен алғыс білдіре отырып, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар.